Артық затты қажет етпейтін, небәрі 30 минутта жасалатын осындай песочный печеньенің видео рецептісімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ең алдымен осылай 2 жұмыртқамызды ыдысымызға жарып алатын боламыз. Қанша мөлшерде керек описание бөліміне жазып қоятын боламын, достар. Және де осылай 3 қасық қантты салып, 3-4 қасық қант салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Қантымыз ерігенше жақсылап араластырамыз осылай венчиктің көмегімен. Енді ерітілген сармайымызды да қосып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Міндетті түрде сармайды осылай ерітіп алыңыздар. Және де енді разрыхителімізді, ұнымызды қосып, жақсылап тағы да араластырып, шетінен ұнымызды қосып, қамырымызды елейтін боламыз. Разрыхителді жақсылап араластырып алдық. Енді ұнды қосып, венчиктің көмегімен бастапқыда, содан кейін қолымыздың көмегімен жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Ұнды көп қосудың керегі жоқ. Нақты мөлшерін астына жазып қоятын боламын. Бірақ әр ұн әр қалай болады. Көз мөлшермен жұмсақ етіп елейсіздер, қатты елеп қоймаңыздар, печеньеларыңыз қатты болып қалады. Енді формамызды майлап алып, осылай қолымыздың көмегімен домалақтап печеньеларымызды қойып шығатын боламыз. 180 градуста 20-25 минут пісіріп алатын боламыз. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, достар, тіркеліп қойыңыздар, қоңыраушаны басып қойыңыздар, видео рецепті ұнаса лайк басып қойыңыздар. Менің каналымда плейлист бөлімі бар, сол жерден өзіңізге керекті видео рецептілерді көрсеңіздер болады. Ал енді печеньеміз дайын болды, баршаңызға ас болсын. Балаларыңызға міндетті түрде жасап беріңіздер. Шаймен ішкенге сондай жұмсақ, әдемі песочный печенье болып шықты. Сіздермен болған Әсем.